Қайырлы күн достар, бүгін мен дәмі ерекше тәтті салат жасаймын. Менімен бірге болыңыздар. Салат жасар алдында тауықтың төс етін маринадтау керекпіз. Оған тұз, бұрыш, паприка ұнтағын, сарымсақ, зәйтүн майын қосып 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан соң маринадталған төс етті фольга немесе пергамент қағазына орап пешке 30 минут пісіріп аламыз. Ең алдымен пекинский капустаны 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қиярымызды ұзынан 4-ке бөліп, видеодағыдай ұсақтап кесеміз. Содан соң құрманың ішіндегі тасын алып, 4-ке ұзынан кесіп аламыз. Піскен тауықтың етін видеодағыдай тураймыз. Қызанақты да кесіп аламыз. Черри қызанағын да пайдалануға болады. Жаңғақтарды қолмен бөліп аламыз. Салаттың соусын дайындаймыз. Оған зәйтүн майы, бал, лимон шырыны керек. Бәрін араластырып, әбден салаттың үстіне құямыз. Араластырамыз. Тәтті дәмін сөзбен жеткізе алмайтын салатымыз дайын болды. Дәмді және пайдалы, міндетті түрде жасап көріңіз.